енді дейді Нұрмағамбетті дейді барынша Нұрмағамбет қасынан алыстап сайысып тұрғанын аңғарамыз. Егерде осыны егерде шынымен іс жүзінде теңгеретін болса, Қанипа емес, қазір қарапайым жүрген әйел адамдар не ғой? Сол Нұрмағамбетпен бірге дастархандас болар ма екен? Ешқайсың қашып кетесіңдер. Уланасыңдар сөзін, тексеріп көріңдер. Егер сенбей отырсаңдар, шынымен сенбейтін болса, халық тексерсін осында әйелдер. Нұрмағамбетпен бірге тамақ шалар ма екен? Шалмайды ешқайсысы. Қанипа түгі. Қанипаның өзі жиіркеніп неғылады. Ең адамды мінеке осын білмейтін, мына ең жазылмайтын ауру бар. Ем жоқ осындай. Ол қандай білесің бе? Еркекпенен әйелдің арасындағы аллергия. Былайша айтқанда, жиіркеніш сезім. Оған ешқандай ем жоқ. Оған тек Құдайдың өзінен ғана ем бар. Үкіммен бір қазіргі осындай ауру Қанипаменен осы Нұрмағамбеттің арасы. Мен оны жасырып едім. Мен оны ешқандай Қанипаны зорлай алмаймын деп жүрген соң. Себебі неге? Ол өзі Нұрмағамбеттің өзі жиіркендірді. Ол осындай Қанипа дерек ала бастаған кезде, халық сөйткен кезде ол сосын енді қанша деген бай ғой, айтты ғой. Осындай дейді, маған аян көрсетіп алыр еді. Маған тыңдат, ағам мен атам мен тыңдай алмаймын деп нанды. Маған жібердім, сөйтсем, әй қатын сен не, маңдай көзден хабар алдым деп, неғып кеткенсің, мен деген пәленмін деген сөздер артық қой енді. Қайта шынымен ол үлкен болса еркек, ой Қанипаджан, сенікі дұрыс, халық мақтап жатыр, осылай не барам, мен де әйтеу көмектесем ғой, осындай үлгере алмайын деп жатырмын, мен осындай болып жүрмін десе, басқа әңгіме болар еді ғой. Оны ана айтқан сайын қарсы болғаннан кейін өзінен қашықтықтай берді. Бұны мен қашықтатқан жоқпын. Нұрмағамбет тілімен өзі қашықтатты. Ол Қанипаның маңдай көзден хабар алғаннан жиіркенді. Оны айтқан сөздерінің бәрінен жиіркенді. Оған қараған. Сонан пайда болды. Қуану керек қой. Қайта қуану керек қой. Әйел адамды сен үнемі сен әйел адамды сынай берсең, әйел адам қандай жақсы еркек болса қашып кетеді. Әйел адамды ол сынайтын уақытта сынау керек. Қалған уақытта сенікі дұрыс деп қою керек. Әйел адам періште сияқты бала мінезді ғой. Тазарған сайын соған келе береді. Ол періштелікке жақындағаннан сайын оған шынымен дұрысын дұрыс, бұрысын бұрысын деп айту керек. Бұрысын ғана, онда да бұрысын өзін көбін, мен көбіне сұтақ балам кейін бар. Міне осындай жағдайынан болды. Мінекей, қазір осыны соған жете алмай отырмыз. Сол енді алтыншы, сондай-ақ еміздеп келген адамдарды асырадым, бақтым дегенді асылық шығар дейді. Осы тағы да қателік. Өткен ол Алланың бір аты халықтың арқылы жүрек жүзеге асып жатқан шаруа болатын дейді. Осы жылы міне сонда мен осындай мұратқан білмейтін шығар. Мен осындайды өзім шынымен тәжірибеден өткіздім. Үйден 12 метрлік борда салып қойдық. Балдар табыс табады. Соларменен біз ана қаншама адамдарға асырадық, былайша айтқанда. Өз ақшамызбенен ол кезде. Өз ақшамызбен асырадық. Сөйтіп сол өз ақшамызбенен сөйтіп тұрғандардың бірде осында біреуі ол дұрыс болған жоқ. Қаншама ажырасып кеткен әйел мен еркектерді ордада жатқызып басына қылып, енді жақсы жабылған түн ішіне қашып кететін тұғын. Сонан Шымкенттен біреу келді, баласы мүгедек, жас бала ғой. Кішкентай бала, сон қамшыны өтіп атты. Сөйтіп атырып, соны айтады, біз мынандай тамағын ішпейміз дейді. Біз өзіміз беретін тамағын, оны айналайын, ондай болса біз білмейміз, онда бар да, сен тұр ғой, дүкен тұр, алынды, міне газ тұр, бәрін қамтамасыз етіміз. Сосын ақырында жоқ, біз бұндайға шыдамаймыз деп, сендер асырауын керектің деп. Ана балам өлтеңдеп қалғысы келеді, сөйтіп ақырып кетіп қалды. Сонан тағы да мынандай жағдай болды. Бір мына енді 3 баласы бар әйел ғой. Соны шешесі жетелеп жүр екен, ана көтерілген ауру. Сосын мен алып қалдым оны. Алып қалдым, жарайды. Мен айттым, ең болмаса сендер ақша табыңдар. Мына біз зиратқа сендерге ақша төлегеніміз болмайды дедім, зираттауға. Зираттауға біз Бесатаға неге апарамыз, соған сендер ақшасын бер, мақұл деді. Сол енді ана әйелді қамшылап жатырмыз, сөйтіп жатырмыз, бір уақыттарда бір күні келіп тұр дейді, мынаның сіңлісі келіп тұр дейді. Кім ол? Сыртқа енді көздестірмейміз ғой. Сыртқа шыққан автобуспен келіп тұр кәдімгі. Жолаушылар сөйтін. Жаңа автобус, кім дейді? Сіңлісімін дейді осының. Апасын деймін. Мен қалын білейін деп келдім деді. Шынымен туғам, иә дедім. Ай бұлғылар ешкім жоқ деп айтып еді ғой дедім да. Көмектесетін бір адам жоқ дедім. Сен мынандай автобуспен, иә автобустарымыз бар дейді. Көрдің бе міне? Қандай сонда
мынау сен 100 жерден халықты мынау осындай сен өз қолынан асыра, ол бақ, түбі оның өз туғандың өзін етпесе, туған жақсы болып аяқталмайды. Мен бұл тәжірибеден. Сондықтан енді мына жерде айтып отқаным сен дейді, ол дейді Алла сөйту керек дейді да. Түсінген сен халықты енді асырам жоқ. Бұл тақырыпқа тағы қайтайын аламыз. Сондай-ақ ата сақал аузына түскенде ағаның қарғанып сөйлейтін әдеті бар екен, жұртқа мәлім дейді. Мінекей мен жұртқа мәлім дейді, ол жұрттың артынан сөйлеп отыр да. Мен кімменен, Мұратханменен қай осы ордаға келгенде, зікір келгенде сөйлестім. Сосын мына бір неғанда сөйлестім, былай парақшаға бір сұрау. Қалған уақыттар жалпы мен ондай жеке-жеке ешкіммен сөйлесу уақытымда жоқ та. Сөйлеспеймін де. Менің бар сөзім осы сұхбатта тұр. Қай уақытта осы мейлі бәрін енді қойған кезде, мына уағыз айтқан кезде түсірем. Сосын Қызылордада ол қамшыға келді, қамшы алды. Ол кезде онымен жеке сөйлесуге мен уақытым болған жоқ. Ол тек қана біз кездескен кезде, қамшын кезде 1 сағаттай уағыз айтам. Онан кейін шайдан келгенде уағыз айтам. Қалған уақыттың бәрінде мен өзім, мен жұмысым бар. Мен шырман қолым тимейді. Енді осы жерде айтайды, ол жұртқа мәлім дейді. Демек, менің жалған сұхбаттарым ішінде мен жұртты қарғайды екенмін. Қарғайды екен да, онда қарыңдарда халық тұрасы, мына жерде сіз мына сұхбатта сіз қарғапсыз деп. Айту керек қой. Пәлен деген сұхбатты деп. Басқа уақытта жеке мысалы мен Мұратхан есім болған жоқ. Қайта мен Мұратханмен қайта осыдан көп үміт көтіп, көп нәрсені айтып жүрдім бұным. 8-ші, ғылым білім әділеттілікке негізделу керек дейді. Осы екеуі мейірімділікке жүгіну керек. Осын тұт, өлсеңде айырылма деген нақыл сөздерге қарама-қайшылық ағаның тәжірибелерін аңғаруға болады дейді. Жалпы айтқанда ғылым туралы, білім туралы екеуін қосып қойып да, ғылым туралы дүниеттен боқты да білмейді осы Мұратхан, шынында айтқанда. Ғылым дегенді ол Құдайдың өзі ғана біледі, Құранда оқу керек та. Ғылым Құдайдың өзінен ғана білінеді. Білім дегенді сен, ол әділеттілік емес, білімде әділеттілік жоқ. Сен барын оқып аласың. Керегін тек Құранның үнімен теріп аласың. Соны Шәкәрім атамыз айтып кеткен. Білімді бәйшешек бақшасы деген. Білімді. Оның ішінде жылан да бар, тікен де бар деген. Жылан мен тікеннен қорқып, егер де сен гүл термейтін болсаң, онда сен саламға тойған есексің деген. Мінекей, білімге сүйенген адам, ол көп кітап арқылы оны кітап арқылы есек дейді. Бұл жерде оның өзі нен екенін ажыратылмады, ғылымды Құдай береді. Құдай ол сенің әділетті емес екеніңді Құдай ғана біледі да оны. Сен әділетсіз болсаң, сен арсыз болсаң, сен өтсең, сен қайдағы ғылым? Қайда Құранның үніне де жалғанылмайсың. Қазір тұр ғой Құранның үніне, біз осы мына неге Құранға жалғанатын адамдар таба алмай отырмыз қазір. Қаншама неден болып жатыр? Қарасам керемет, мінезде көркем, неге жалғанбайды? Білімнен таспайды. Білімінде бар. Ол ішінде ғана таза болу күнә. Сенде күнә деген, енді ол не айналып келгенде ұятсыздықтан пайда болады, ол арсыздықтан пайда болады, ол сенің тағдырыңда, ол әртүрлі тамақпен жедің, бәрі осындай көп ұйықтадың демесе, осы сонан пайда болады. Соның бәрін сен екпені шығару керек. Сондықтан бұл жердегі мен сөзіне қосыла алмаймын да, бұл тек ақымақтық сөз. Сөздерді бәлездеу үшін. 9-шы, сондықтан әр пенде баласы жан-жақты іздену керек. Мені құлатады деп өзін тәңір сайлап алған адамнан іздегеніміз ақ жолға жолбасшы ретінде қолдаған едік. Әйтпесе әулиет деңгейде асып тұрған ештеңесі жоқ. Құласа пенде бала өз ниетіне пиғылнамыз құламақ. Дұрыс айтады, әркім өзіне байланысты пиғылнады. Құранда айтылған тоқ берген адам тәңір қылып алғандарға түсініктеме ретінде парызым өтедім деп білемін дейді. Мен егерде мен өзім біреуге осындай тәңірлік қылатын болсам, Құранды ескерткен ғой. Алла тағала бір неге пендесіне, бір адамға кітап берсе, ғылым берсе, ол тек мына тәңірді қойып, мен тәңір қылып алыңдар деп айтуға болмайды дегенде, бәрін құдайшыл болыңдар. Мен сендердің бәріне құдайшылдыққа шақырып жүрмін да. Мен сендерге ең болса, мен сендердің піріңмін деп айтып жүрген жоқпын мен сендерге. Мен сендерге мынаны орындасаңдар, бұл қателік. Мен өзім айтам, мың есікті маған аш деді. Осын жалғандар, мен соны өзім. Мен тек өзімнің. Енді 12-ші. Елден оқшалану арқылы тақып алым деген ақымақтық дейді. Мен туралы айтып да оқшалану. Енді бұндай жерде жақсы сөз жарымырыс дейді да. Мен осыны Мұратханға иман беріп басына келсіндер едім да.
мен сияқты уланып өліп қала жаздап, мен сияқты сол халден басыңа келсін деймін да, халықтың алдында. Ол жаман сөз емес. Міне осыны айтып жүрген шығар қарғайды деп. Мен сияқты өстіп, осындай сезімдер оянып, автобустың ішінде отыра алмай сасық иістен әрбір неғансы осындай дәрежеге жетсең, сонда ғана түсінесің. Бұдан басқа мен айтарым жоқ та. Мына жолда қайдар әулие болып кеттім, ешкім жоқ дейді. Әулие болып кеттім деген ешкім жоқ дейді. Бір ол Мұратхан көзқарасым есептелмейді. Әулие болу, болмау, ол Құдайдың еркінде. Сондықтан Шәкәрім атамыз да айтып кеткен ғой. Әрбір сұлуға дейді, көңілің кететін болса, сенде әулиелік жоқ дейді. Әулиелік деген қандай болады? Сен дүниеге қызықпайтын болсаң, сен нәпсіңе өзің еге болатын болсаң, сен осындай адам сияқты өмірсің, соның бәрі әулие. Соны Шәкәрім атамыз айтқан әулие кім деген? Сондай кеме толғып жатыр, кеме деген. Сөйтіп батайын деп жатыр. Сонда анау жетпеген кезде өзінің мойындағысын шешіп, мойындағысын суға не қылатын, соны бір әйелге берген екен, өзі қалған екен, әулие сол депті да. Сондықтан қазақта міндетті түрде ол намаз оқитын емес, әулие деген ол өзінің халық үшін, отан үшін, яғни өзінің ағайын-туғандарына өзінің жан қиып беруге болатын тайын адамды айтады әулие деп. Міне. Сондықтан мұндай жағдайда бұл ана оттамау керек та, осының бәріне кеп мынау намазға бір неге салып қою деген, дұрыс. Мен әулие емес шығармын, бірақ менен де төмен жүрген сендердің арасында әулиелік бар, халықтың арасында әулиелік бар. Ешкім жоқ деп Құдайдың алдына үкім беруге болмайды. Не бір азаматтар бар. Кешегі сол әулиелік, ана қыз құлайын деп атқан кезде барып, астыңғы терезеден барып, өзі құлап кетейін деп тұр, бірақ ананы құтқарды. Өз жанын құтқарды, баланы құтқарды. Әулиелік емес пе? Енді ол оған сен намаз оқымайсың деп, Алла Тағала оны бекітіп қойды. Тағым деген бір кісі шөлдеп келе жатып, сөйтіп барып, құдықтан ішіне түсіп, су ішіп, қайттан жиі құдықтың аузынан шықса, ит келіп өлейін деп жатыр екен, тіл салақтап. Енді ыдысы жоқ қой, өзі бар, қолмен құдықтың ішінен қайттан түсіп, етігін шешіп алып, соған султырып алып, ана итке берген екен. Ит таман алып қалған. Сол әулие болып жәннатқа кіріпті. Мыңдаған осындай хадис бар. Соның әулиелік дегенді, мына өлшемді әуел білу керек. Менің әкем шопыр болды. Тек қана намаз, осындай намаз оққан жоқ. Ораза ұстады, Құран оқып кетті. Халық қайтыс болған кезде шалдар бізді тұрғызып қойып, сендердің ақпанның кезінде жер қатып қалған, өздері көрін қазды, ешкімді жұмыс еткен жоқ, бәрін атқарды. Сонда құлап атқан бағанды, құлап атқан жарық жоқ ауылда. Соны келіп, ауданнан келіп қойып, бір жеті, сонда бір-ақ сағатқа қосатын, бір жеті мына кісінің атқарғанша, оны тұрақ түрде жарық қосып, күні-түн жарық қосың деді. Халықтың бәрі шу ете қалды. Мына кісі әулие екен деді. Міне, әулиелік деген, ол сенің халыққа қызметіңменен халық тағайындайды, кімнің әулие екенін. Халықтың ниетіне қарай, халықтың сұранысына қарай, Алла Тағала соны қылады. Сондықтан халық деген Алланың бір аты дейді. Жаман айтпай жақсы сол дейді. Кім ағайындардың жер қойнына, ағайындардың арызатының оңтайлы тәсіл болып табылады, және осы қақпаның құрбаны болған ханифаны өздерін көріп отырсыздар деп. Сонда маңдай көзі ашылып жүрген, 33-34-ке келген екен ханифа. Өзі сондай отырып, сонда ханифаны адам санатын алмай отырған осы Нұрмағамбетпенен Айболат, осы Мұратхандар, сендер хайуансыңдар да. Ол ана ғой. Сендер оның қаліне кіріңдер, ол әйел ғой. Ол өмірге ұрпақ әкелгісі отыр. Ол ата-бабаларының әруақтарын көтергісі келіп отыр. Енді сөйтіп, сол нәпсіге байланып, анау сасып, әлі қамшы алмай жүрген, әлі тазармай жүрген Нұрмағамбетке, соған тек қатын болса ғана ол бақытты болады деп отырған. Осы сендер, ол емес, сендер хайуансыңдар, мінеке, осыны айтып отырған. Жаман айтпай жақсы жоқ дейді. Ағайындардың жер қойны тапсырар жағдай болса, сол жамандап отырған масқарашылар қай бетімен бармақшы екен дейді да. Міне бұл осындай жағдай менде болды. Бұл жағдай қандай болды? Бір інім келді, бір інім келді да, сонымен үлкен менен кейінгі інімнің қызын ертіп келді. Ол басына бейт, мен біздің үйге келген кезде міндетті түрде етектерін жауып келіңдер дейін. Бұл баяғыда болған мықты. Бастарыңа ана орамал болсын дейін. Сөйтсе анау шашын не қылмайды деп орай сапты да бүйтін жерін. Сөйтті де ана баланың үйде 2 жасар бала бар тұғын. Олар үйде жатты, біраз енді сөйтіп түнімен жатты бір күн. Шошып. Үндеген жоқпын.
Үйдегі әйелге айттым енді, үлкен қатынға. Ана айтса, аналардың кейін болса дәреттерін алып жүрсін дедім да. Енді туған туысқандарым екінші күн тағы түнімен жылады. Түнімен шырылдап жылайды да. Енді ана баланы аяп кеттім. Сөйтіп отырғанда Қызылордадан керуен келіп, Гүлшахар келіп. Қызылорда Гүлшахар танисың ғой? Гүлшахар келіп, Гүлшахар дедім енді. Ол енді, сен айтшы дедім ана қызға. Дұрыстап етегін жауып, дәрет алып десін деп. Сосын ол қаттырақ айтып жіберген екен. Інім тұрып айқайлап шықты. Бұл деген үй біздің үйіміз, ағам үйі деп. Сосын жоқ дедім бұл. Бұл халық келіп отыр ма? Халықтың сен ондай жаныс па дедім. Сонан шарт етіп ашуланды сосын. Біз онда кетеміз деді да. Соны біраз ертіп келген ғой енді. Қарындастар, балдарды. Алтта ертіп алып, сосын үйдің астынан шығып тұрып айтты. Өлсең келмейміз деді, жерлемейміз деді да. Оның бәрі қой сойып жатып өздерің сияқты. Сосын тоқта дедім. Тоқта, шамал тоқта дедім. Аналарға айқайладым да. Бері қараңдар, анау кімді? Нұржан, сен қар, бері қараңдар қан. Не болды дейді да. Мен өлсем, сендер жерлейсіңдер ма дедім да. Айқайлап айттым ғой. Ой, тоқа қойыңшы, қайдағын айтты деді. Жоқ, мен шынымен айтып тұрмын дедім да. Сендер жауап беріңдер дедім. Ой, сіз не қалай жерлейсіз? Сіз жеріме қалай қарап отырамыз дейді да. Сонда сосын ініме айттым да, кете бер дедім. Жерлейтін адамдар бар екен дедім. Келмей-ақ қойыңдар дедім. Бірақ ендігі жылы қайтып келді ғой. Сонда осы ақымақтық та осындай. Ақымақ, сол масқап болмаса сен жерлемейді деген. Сен жерлегеннен қадірің артпайды. Ешқандай біздің ата-бабаларымыз сол масқапқа жаңағы жанасын шығармай далада жатып өліп қалған. Атып кеткен таңнан. Солардың бәрін Алла тағала оны тозаққа байлап қойған жоқ қой. Кім біледі мені, мүмкін мен тіптен мынандай жағдай болған. Мынау бір кісіге айтыпты, Құлболдишан деген бар Қызылорда. Сөйтсе, соның басын салған, сөз жерге көтерген екен, сол бай айтып, мен өлгеннен кейін осы жерге жерлейсің деген ғой. Соның қасына жерлепті. Сөйтсе, арқадағы бір кісіге аян беріпті. Ана менің қасымдағы арамды шығарыпса деген да. Басқа жерге апарып жерле деген. Сонан іздеп келіп, ол кезде ол енді қалай өлікті қазып не қыласың, тығылып жатып, сөйтіп бір қос қойып тығылып жатып, түнде ғана оны қазып, сүйегін шығарып басқа жерге апарып жерлеген екен да. Сөйтіп жерлеген екен, тағы енді қайтайын десе тағы аян беріп, топырағында апарыпса депті. Ана арам деп. Сонан бір жеті жатып топырағын тасыпты. Орнына енді топырақ салады басқа таза той. Сөйтіп жым-жылас қылып, сөйтіп енді ауылына барғаннан кейін айтады, енді өлетін уақыт жақындаған кезде бір кісілер келіп алды да кетіп жоқ болып кетті дейді да. Менің шалымның қайда жерленгенін де білмеймін деп. Сонда не періштелер келіп алып кетті ана, сол ісін үшін. Сондықтан бұл жердегі Алланың құдіреті жетеді. Мына Мұратхан сияқты ақымақтар, наданбындар болатын болса, бұл әңгімені қозғамаған дұрыс та. Себебі ол Құранға Аллаға ортақ қосу. Алланың елші айтып кеткен. Сендерге белгілеп қойды деген да. Қашан өлетіндеріңді, қайда жерленетінің. Демек, сенің жаназаңды шығаратын адамды Құдай белгілеп қойды да. Жаназаңды шығарып қойды сен, болды. Белгіленгеннен болды ғой. Құдайдың өзі саған жаназаңды шығарып қойды да болды. Сен пәлен уақытың. Осынау жалғандықтың құралын әдебиетті дейді енді. Өздері алдыңғы сапта тұрмыздың ақтық жол ұстанушы осындай қателіктер жол беріп, өздері меңгере алмай жатқанда, телефоннан қолы босаған мәңгіттеніп бара жатқан өскелең ұрпақ осыны ұғып, меңгереді деген қисынсыз. Яғни мына енді сендер әр жерін теріп жазған екенсіңдер, бұл енді бұрыл тобырлық жүйені басқарғанға арналған жақсы тәсіл дейді. Сонда бұл мына менің жазған осы әдебиет елерінің бәрі, бұның бәрі мен өзі сол ой жөрімен әр жерін теріп жазған деп отыр да. Жарайды, өйткені бұны қазір ешкім түсініп атқан жоқ. Бірақ қанша мен сұңқарым дегенмен де 6 жыл ордада тұрған иманды болсын, төренің ұрпағы еді Данаханнан, кім ешқашанда артық емес Мұратхан. Данаханның онан әлде қайда 5-6 есе биік тұр десем, осыған Айнұрлар таниды білген. Шында мен қасымда жүргендер. Сондай азамат жігіт еді да. Бірақ соның өзі 4 жыл Құранды оқығаннан кейін, 45 сыр оқығаннан кейін, 4-ші кітапты оқып тұрып маған айтқан менің соны айтты. Тоқа дейді, мен 4 жыл оқыдым мына кітапты дейді, қайта-қайта. Мынаның ішіндегі сонда менің бар сұрағым тұр ғой дейді да. Осы уақытқа дейін мен неге түсінбедім дейді да. Қарашы енді, ол ордада жатты, ол ешқандай не жоқ, кәдімгі тақуа алыпты, солай менімен бірдей ұстанды. Түн ортасында мен нәпілге тұрғанда, ол Құран оқып отыратын да онда. Мен өзім сұрайын, түнде неге құрайын дейді. Маған түнде оқыған ыңғайлы дейді да.
Сосын ол Мұратқан сияқты емес тұғын. Күндіз шығып кетеді, маған жұмыс бар ма дейді. Жұмыс істейтін тұғын. Ол ана өзі тоқтамайды, өзі бірдемен жұмыс тауып алады да, сосын ана тіптен туалеттің өзін айтады. Айтшы дейді аналар, әйелдерге айтшы, туалет жинамасын дейді. Неге? Мен жинайын дейді да. Міне сондай еді да. Оның бір сондай бір ниеті да. Мен қарап отырмауым айтын дейді. Өйткені маған Құрансың деп алады дейді. Ол онан артты соның өзі сонда 445 рет оқыған кезде 4-ші кітапты мен түсіндім деген туында. Ал жарайды, ол тағы бұл жерде Мұратқанның сияқтыларының ақмақтығы мындай тұр. Мынанда тұр. Мына Абайдың өлеңін сандық мерін әлі шешкен ешкім жоқ. Ешкім бұл қазақ бойынша оны сандық білесің. Мен соны сұрадым. Шәкәрім атамды сөйтіп сандықпен беріп қойдым. Соны 10 айдың ішінде 288 өлең жазылды аянменен. Кез келген адам аян көргенде санмен аның жауабын алады. Ол сонда менің осы жазғандарым бәрін Алланың берген сол куәлігі ғой. Бұны қазір Мұратқандар түсінбесе, ертең орысша olursa, орысты әлем түсінеді. Өйткені ол жоғары дәрежелі философия. Сондықтан бұл жердегі мына тобырлық деп өзін көтеріп отқан, бұл енді мынау ібілістің үні, басқа мен айтарым жоқ. 14-ші. Бұл жерде Тоқберген амилық позициясына көптеген қайшылықтар аңғаруға болады дейді. Яғни адамдық позиция деген адам ақыл жастан деген мен ақылымды сол Мұратқан байқап отырды. Ақыл жастан дейді. Мен пайғамбарлық жастан асқанмын. Бір, екіншіден мен бала шағаны өсіріп, немере шөбере болмаса, немерелерім Құдайға шүкір қазір алды, мектеп бітіріп азамат болды. Немерелерім азамат болып жатыр. Сөйтіп осындай жағдайға келдім. Туған туысқандардың кезінде Құдайға шүкір қаншама әйтеуір артымда із қалды. Сөйтіп отырғанда әлі баласының әлі өсіріп үлгермеген, әлі сонда Мұратқан мен сені адамдық немді қаяқтан біледі деймін да. Менің адамдың қаншама еңбек сіңірдім. Сөйтіп отыр, мен бұл сақалымнан алған мен бірдей ғой. Ол қаяқтан менің адамдығымды өлшей қой. Мен адамдығымды өлшем, анау мен бала кезімнен бастап білу керек. Халықтан сұрау керек мінеге. Сосын дейді, бұл Ағыл ағамыз арқылы ата жолымыз келгенде аққусанған өрескел қателіктер көзіне оттай басылып, әлдемен қол жеткізе алмай қалғандай жан айқай даусын қасиет үлестіру барысында бұл кісіге қасиет бұйырмай қалғандай кекшілдік бар мынау. Бұл надандық. Надандық болатын себебі мұны мен ашқан ақы жаздым. Бұның бәрі осы сөздерің жазылған, сөздерің енді Ағылдың өзінен неге сұрамайды. Ағылдың мен басына барғанда тіптен мен қателігім болды қайта. Мен Ағылдың өзіне барып, соны ең соңында айтпадым да. Маған көрсетті. Сонда маған Құдайдың көрсеткендерінің бәрі өтірік деп отыр. Сенің Құдайың өтірік деп отыр да. Сол кезде осы ата жолының қандай болатынын құлайтын бәрінің кезде мен Телжан деген соларға арал бәріне айттым. Сендер қасында жүрген азаматсыңдар ғой, Ағылды құлататын болдыңдар деп. Бір емес 10 рет айттым мен. Осы тұрған кітапта ол жазылды. Сол Ағылдың кезінде де жазылды. Бұл ата жолы осыдан құлайды мынандай болса да. Біз Ағылға көмектесейік деп. Қатындардың бәрі қашырып жіберді. Сол кезде Мұратқан қаяқта жүрді. Сол кезде Мұратқан еркек болса, азамат болса, қайда сол кезде айтқаны. Енді қасиетті дейді, үлестірген кезде дейді. Сонда Ағыл қасиетті үлестірді ма? Не деген топастық нәрсе? Қасиетті сен жеті атаңды ақтап Құдай ғана береді. 15-ші. Ал бұл кісіге дейді, Алла тарапынан қасиет бұйырып тұрса, оған ешкім кедергі болмас еді дейді. Көрдің ба? Алла тарапынан маған сонда менің қасиетім бар жоғын Мұратқан анықтап отыр да. Яғни сұңқарлық оғастан бұйырмаған дейді. Міне оны айтып кеткен бұның жердегі надандығы сол. Сонда Ағыл екеуміз теңбіз қазір. Олар жақтымын. Ағылдың жүрегін кім ашты екен? Оны сұрамадыңдар ма? Ағыл ешқандай, ол ешкім жүрегін ашқан жоқ қой. Бірақ оған Алла тағала сондай қасиет берді олар. Сосын мен айттым ғой, мен Ағылдың алдынан аянменен мені келді, Ағылдың алдына бардым. Үстінде былғары нем бар екен? Күз бе әлде көктем бе? Сөз Қызылордадан айтқан, сөйтіп Ағылға айт, мен сені жүрек ашырайын деп келдім. Арқымнан бұрып та, сен онсызда жүрегіңді мөр тұр ғой. Бөрек ашылған. Сен неге келдің маған деді да? Сосын сыртқа шығып, жүрегімді ұстап, мен неге сөйлемеймін деп тұр екенмін да. Ал енді осы анау тұрған 6-шы, 7-ші сонда егерде менде сондай ашылған тылсымнан ашылған болмасам, әбіліс менімен қол алысып жеңілдім деп айтам ба? Сонда мен енді Құранды түсінбей ақ қойсын. Қазір қаншама әлемде жоқ ақпараттар жазылып тұр. Оның өлшемдері бәрі жазылып тұр. Құранның мен әлі сандық мен тұрғандарын әлі көрсеткен жоқпын сызба жүйесін.
Өткен оны ешкім оқымайды. Сөйтіп бұл мына ой жору деген масқара да. Мына сұңқарлық, оны дейді, қазір сұңқарлық деген ешкімде жоқ. Ешкімде жоқ. Олар сұңқарлық дегенді ойлайды да, мына құспен бәрін жоқ. Ол сұңқарлық деген маңдай көзбен сендердің дейді үстеріңдегі құс қанатын жайған құстарды көріңдер ма деген. Оны Алладан басқа ұстап тұрушы жоқ дейді. Яғни құс тілін меңгеру. Кезінде сол құс тілінде Сүлеймен пайғамбар мен Дәуіт пайғамбарға құс тілін үйретті деген. Құдай үйретеді құс тілін. Енді оған хабар келді, енді жүрек ашылу деген болмайды мынандай. Тылсымнан ашылады деп. Жүрек ашылу деген. Міне бұл осы мынау зерттемеген Құрашин мына елдің арасында бір іріткі салу үшін мақсатында осындай неғанда сұңқарлық бастан бұйырмаған депті. Сосын дауыс жиілігі өзгермей әртүрлі дыбыс шығарып, тым сыншылықтан ащы өткір тілмен талайын кескілегенде көпшіліктердің куәгері дейді. Менің даусым туралы айтып отыр да. Міне осының енді бұның бәріне сен бұл ақталық бір дәлелдеп отырсаң, одан біреуді қорлау үшін басқа бейнеге еніп кеткен өзді аңғармай қалатынын байқап отырсыңдар дейді. Біреуді қорлау үшін дейді да. Сонда барлығының бір осы түйіні ғұламалық Мұратхан ғана беріп та менің кім екенімді тану. Не деген бір бұл ақымақты білмеймін. Өз дегеннен қайтару мүмкін емес дейді. Адамның ойын оқитын қабілеті бар дейді. Міне. Minha não vai dar.